Қанды қаңтар күні бүкіл жер жүзіндегі қазақ баласы қанды қаңтарда оқ атылған бірінші күні бүкіл жер жүзіндегі Қазақстанның елшіліктерінің алдында наразылық шеруге шығуы керек. Қаралық тұтуы керек. Бастарына, білектеріне, белдеріне ақ байлап, қысқасы аза тұтудың неше түрлі, әр жердегі әр түрлі ұқсамаған формаларын, тәсілдерін пайдаланып, ақ тұтуы керек. Сөйтіп, қазақ билігінің өз халқын өзі қынадай қырған, орыс әскерлерін қазақ жеріне кіргізтіп, қазаққа қарсы оқ атқызғанын, бүлдіршін 4-5 жастағы сәбиден тартып, атпал азаматтарға дейін оққа ұстап пулеметпен қырып салғанын әлемге әшкерелеу керекпіз. Бұл қаралы желтоқсан, қанды қаңтар. Қазақтың қасіреті, мәңгілік қасіреті. Бұл сонымен бірге қазақ халқының зұлымдыққа, өктемдікке, отаршылдыққа ешқашан көнбейтінін білдіреді. Және біздің орыспен мәңгі бақи ымыраға келмейтін, орыс отаршылдығына, орыстың имперлік пиғылына мәңгі бақи көнбей, тізе бүкпей, берілмей, сатылмай күресетін ержүрек, мықты, батыр халық екендігіміздің мәңгілік дәлелі болып қалмақ. Біз әрбір қазаққа айтамыз. Қанды қаңтарда алғаш оқ атылған күнде, қанды қаңтарда ең алғаш оқ атылған күнде барлық қазақ аза тұтсын. Барлық қазақ үйде өзі тұтынған дәстүр бойынша, өзі ұстанған діни наным сенім бойынша аза білдірсін. Барлық қазақ ол күні біріне бірі көңіл айтсын. Барлық қазақ ол күні бейгүнә шахид болған боздақтардың аруағына Құран бағыштасын. Барлық мешіттерде, шіркеулерде дұға оқылсын. Әрбір қазақ қанды қаңтарды осылай қарсы алсын. Желтоқсан көтерілісінің шындығы әлі ашылған жоқ. Себебі желтоқсанды қанды жаныштаған Назарбаев сол кездегі орыстың итаршысы еді. Атылған әрбір қазаққа ең соңында қол қоюшы сол Назарбаев болатын. Сондықтан желтоқсан көтерілісінің шындығы Назарбаев кезінде мәңгі құпия қалды. Назарбаев шынайы желтоқсаншыларды қудалап, тіпті олардың алды Ресей Федерациясы жерінде сотталып, Сібірге айдалып, қор болып өмір сүрсе, ал өтірік желтоқсаншыларды қолдан батыр жасап, Назарбаевтың әнін әндетіп, сәнін сәндетіп, Назарбаевтың қолайна жағатын өтірік тарихтарды жазғыстып, әлгілерге квартира үй бергізтіп, әлгілерді аталмыш телевизорларда сөйлетіп, қолдан герой жасады. Тіпті желтоқсан кезінде мектеп баласы болып жүргендерді қолдан герой жасап қойды. Желтоқсанды масқаралап, желтоқсанмен мүлде қатысы жоқтардың қолына желтоқсанды ұстатты. Әдейге бірімен бірін араздастырып, бірін-біріне сотқа сүйреткізіп, бірінің шынайы желтоқсаншының ұйымын тіркеп бермей, өтірік фейк желтоқсаншының ұйымын тіркеп, жаңағы квартираға үйге таластырып, бірінің үстінен бірін ары жазғыстып, желтоқсанды сөйтіп Назарбаев масқаралады. Себебі Назарбаев үшін бұның мәңгілік құпия болып ашылмағаны керек еді. Бірақ мейлі қалай болмасын, бұл қазақтың мәңгілік алтын тарихы. Желтоқсанда аты аталған, аты аталмаған, батыр атағын алған немесе ала алмаған, желтоқсанның күрескері болып жұрт бүгінде таныған немесе әлі жұрт тани алмаған қаншама адам, олардың барлығы бір жаратушының алдында, өзінің ар-ұжданының алдында анық. Сол кезде, желтоқсан кезінде Алматыда алаңға шыққан әрбір қазақ, мейлі ол бүгінде белгілі, әлде белгісіз болсын. Мүмкін ертең мынау қаншер биліктер аяқтағасын, олар ашыққа шықсын. Оның барлығы біздің ұлттық тарихымыздағы асыл адамдар болып қалады. Біз желтоқсанды ұмытпаймыз. Біз қаралы желтоқсанды ұмытпаймыз. Біз қанды қаңтарды ұмытпаймыз. Назарбаев Тоқаев режимі
ойламасын, халық ұмытады деп. Халық ештеңкені ұмытпайды. Халықтың назарында барлығы анық жазулы тұр. Шынайы алтынды, шын алтынды татпаспайды. Шын тарих мәңгілік қазақ халқының назарында тұрады. Қаралы желтоқсан мен қанды қаңтарда шынайы күреске аттанған, кейін биліктің алдамына, қақпанына түспеген, ақшаға арын, намысын нанға айырбастамағандардың барлығына біз мәңгілік құрмет білдіреміз. Иә, әр кезде де бар. Әр кезде, әр халықта, әр елде бар. Ақшаға арын айырбастайтындар көп. Нанға намысын айырбастайтындар да көп. Бірақ мәңгілік шыншылдар менен шынайы күрескерлер ол татпаспайтын алтын құсап мәңгілік жарқырап тұрады. Желтоқсан қаңтар қазақтың мәңгілік ұлттық тарихы, мәңгілік мақтанышы және мәңгілік қасіреті. Міне қазір бір талпа жоғары кетті, қаланың ішін аралап жатыр. Екінші талпа тағы да кетті. Үйім боп. Ешқайсы мен өзім көріп келе жатырмын. Ешқандай машинаға, болмаса бір-біріне жаман сөз айтып жатқан жоқ. Бәрі біршілік, бірлікпен, тірлікпен шешейік. Мынау қымбаттап жатқан газды, мынау күнделікті қымбаттап жатқан нанымыз күніге 5 теңге, 10 теңге продуктіге қосып жатыр. Мен кеше бауырымды, мынау газ машинасы сіздердің әскери бөлім бас кетті. Марқұм болды. Біз мирный митингпен шыққамыз. Бізге граната, дымовушка, газовый. Менің жастарым 18 жасар жігіттер, 18-19 жасар жігіттер. Көздеріне қан қанша, солармен төтеп берді. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, мен таусылып отырмын, мен жасым 30-да. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, мен ары қарай тағы да 30 жылға құл болуға мен бармаймын. Жаңаөзен, Ақтөбе, өткел жақта осы көтеріліс болып отыр. Әкімшілік келіп, полны түсіндіріп отыр. Алматыда болып отыр. Бір адам келген жоқ. Бізге тек қана полициямен жаңа ОМОНдар ғана келіп отыр. Бізді қырып тастап отыр. Жаңа кәдімгідей ше. Мен мына аяғыма тиді бар ол, оқтары ше. Оқ па гранатама тиді. Просто халық қой ең бірінші очерт. Ол қазақты бәрі қанап бітті ғой, байларшы. Жұмыс та жоқ, ештеңе жоқ. Енді көтерілмегенде не істейміз? Қай уақытқа дейін шыдауға болады? Бүгін Тоқаев айтып жатыр, үкімет тарады деп. Айтқанын істемейді, не керек онысы? Осыдан кейін істесе істер енді. Шыдамның да шегі бар.